Фикус Бенджамин гүлі қараңыздар. Мас қара болып отыр. Мас қара. Датығы тамырлаған соншалықты, мынау тамыры мынаяққа шығып отыр. Тамырлаған кезінде қара тамыр анандай. Бұны тамырлар симаған кезінде уже сарғая бастайды. Мына жапырақтарын бәрін алып тастайсың. Алмасаң да өзі түсіп кетеді. Қара, сәл түрттің бе, сарылар өлді. Сол үшін не істейміз? Үлкен горшокқа ауыстырамыз. Үлкен горшокқа ауыстырамыз. Мынаны қазір бәрін шығарып тастаймын. Короче, қыста далада қалып кетті мына бір гүлім. Сол кезде іштеңе етпейді деген ғой. Қар ерте жауды ма, өліп қалыпты ғой. Үйге кірсем дегенше. Вай, мына бәрін түсіріп шығамыз да. Ауыз егіп тастаймыз. Және де бұл не үшін сарғаяды кейде бұл суды көп құйған кезде гүлдің бәрі сарғаяды. Суды көп. Мысалы, бір құйдыңыздар, анау түбі құрғамай, су құя бересіздер ма, болды сарғаяды. Бірақ мынау несі, не үшін сарғайды? Бұл несі тамырлауынан болып тұр ғой бұл қазір. Бүйтіп, бір ұрып жібереміз. Узыз тамырлау. Құмырсқалар жоқ тамырлағаннан. Нәрде мына не ғой? Тұқымның майдалап тастаған ғой. Блендерге салып жүрем. Үйде өзім домашний тұқымым бар. Бүтіндей еге салам мен үстіп. Бұны бүйтіп тастауға болады, мені қажет етпейді. Неге десе, мынау көңі әлі несін құртпаған. Далада мына тауықта қоймады ау. Мына далада тұрып, далада анандай аппақ болып кетеді ғой, жердегіше, сондай болып кеткенге шейін тұра береді. Мынау темный болып тұр ғой қазір. Темный, бұны ауыстырудың қажеті жоқ. Әлі несі құнары бар. Содан кейін. Если сізде жер жаман, жер сияқты кетеді, аппақ болып, сол кезде бұны полный түсіресіздер. Түсіріп тамыры қалады да, и соны бүйтіп тұрып егіп жібересіздер ғой. Мына қазір маған қажет етпейді. Мына полный төгеміз. Мұны ішінде көңді әдемі көпті өзі. Мына тамырларын бәрін құртамыз. Майнама, майнама, да-на-на-на-на-на-на, найнама, айнама, на-на-на-на-на-на-на. Көрдіңіздер, мен мұнан не үшін салам, әр неде айта берем осыны. Үйімізде тауық бар енді, тауық бар. Бұны тастың орнына, немесе нен орнына салып жүрем ғой мен енді. Қыста жылы тұрады да, бұл мынау ше. Қыста жылы тұрады, түбінен салқын өтпей. Сол үшін мынада тастары бар екен, мынаның тастарын сала салайын. Қысымен негіз күлді онда қарым. Қыста әдемі өспейді ғой. Көктем болды, әдемі кетеді. Көктемге шейін. Бір бет жауып тұрса болды. Осымен немножко несін тастаймыз.
Енді мынаны әкеп отыра саламыз. Ана, болды. Жылына бір рет ауыстырасыздар көңін. Жылына бір рет ауыстырған кезде немножко үлкенге ауыстырасыздар ғой. Сразу үлкенге ауыстырмаймыз гүлдің бәрін. Сразу үлкенге ауыстырсаңыздар, дәуге ауыстырсаңыздар, тамырдың бәрі полный мынаның түбін бәрін толтырам дегенше тамыры мынақа өспейді. Толтырып алып, кейін өссе не болады? Тал болып өседі да, жапырағы жоқ болып өседі. Кейбір гүлдер жапырағы бар әдемі болып өседі, бірақ кеш өскеннен гөрі сіздер жақсы емес па? Қатты баспаймыз, немножко. Үсті толса болды. Болды, мысалы сіздер мынаның несі суды көп қалайды бұл. Суды толтырасыздар. Толтырғаннан кейін бәрі шеті су, нам болады. Если сіз мынандерге кішкентай су құясыздар ғой, су құйғаннан кейін мына беті ғана суланады да, астына тамырға су бармай қалады. Сол үшін полностью суғарыңыздар. Су астына бармай қалса, асты не істейді? Өле бастайды. Асты өлген кейін шірей бастайды. Құрғайды да, құрғайды. Құрғап өліп қалады тамырларын бәрі. Мына тамыр нем шығып тұр, ойбай. Сонымен сол үшін осы толтыр суғарасыздар далада. Полный, если горшок болса, горшогындағы суын төгіп тастаңыздар, астына құрт құмырсқалардың бәрі ағып түседі ғой. Сол үшін тастайсыздар. Кейін если сіз беті нам болып тұрса, су толтырасыздар ғой. Құрғаған кезінде беті құрғайды. Құрғаған кезінде ғана суғарамыз. Несін айтайын. Тамырлауын айтайын сіздерге. Тамырлау болынша мына шеттен алып отырғызамайсыздар. Полностью мынардан тамыр шығады, мынардан гүл болып. Тал болып шығады. Соны алып отырғызасыздар. Мен мамам мынандай отырғызып көрген. Нәрден мына шетінен пакет орайсыздар. Мен соны қазір видеосын салам ақырына. Нәрге пакет орайсыздар да, құм қойып қойып пакет орайсыздар. Мынарын кесіп аласыздар бірінші. Тамырын ғана кесесіздер да. Нәрге көң қойып қойып пакет орап қойасыздар. Су шашып тұрасыздар. Тесіп қойып қойын пакетті. Су шашып тұрасыздар. Сөйтіп тамырлатуға болады мынаны. Жақсы, сау болыңыздар. Гүлдеріңіз көркейіп өсе беріңіздер.